Assalamualaikum. Ekipqa YouTube kanalının тұрақты көрермендері. Қораның жұмысы бұйырса аяқталуға жақындап қалды. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бүгін төбесін жауып жатырмыз. Рейкісі шегеленіп жатыр қазір. Навалары құйылып болды. Баласының шағы биіктігі мал тұратын жақ 40 болады. Ортасы 50. Жем-шөп жейтін жері. Ортада 1 метр орын қалды. Жем алып, шөп алып жүретін жер. Мал тұратын жер 280. Келесі жағы да солай. Жігіттер жұмыс жасап жатыр. Терезе алды жағы бүкіл күн түсетін. Ар жағынан 2 терезе қалдырдық. Рейкі шегелеп жатырмыз. Қазір шипыр шегелейтін боламыз. Бұйырса міне шипырын шегелеп жатырмыз. Каналымыздан алыстамаңыздар. Жалғасын. Мінекей қораны бітірдік. Жағына сташкасын құйдық кеше. Енді сол ақырының іші қалды, толтыратын. Мына 2 орта қалды. Қораның жұмысы міне аяқталды. Төбесі де жабылды. Ішінің навалары да құйылып, темірлерінде желкелеген сваркаледік. Ақырдың ені 50 сантиметр. Биіктігі, іш жағының биіктігі 37-38 болды. 40-ға аз жетпейді. Мына жерден ең шетінен қоя салдық, бері өтіп кетпеу үшін бұқа. Ал енді мынаған, мына ішінде бұқа бос қоятын жағдай болып қалады кейде. Сол кезде бері өтіп кетпеу үшін есігін сақ қойдық. Ортасы 1 метр. Мына адам жүретін жер. Бұлай біраз көлбеу болды. Боқсытық баспайсың аса. Арт жағынан боғын алатын жер, тазлайтын жер 1 метр орын қалды. Ал енді мал тұратын жер 1,80. Мынандай қырғып тастадық арт жағын. 2 рейкі қалдырып кеттік. Болашақта астына тақтай шегелесек па деген жоспар болып тұр. Осылай жұмысы 20 бастық бұқаныкі 15 күнде тамам болды. Бұқаның аралықтары 1 метрден 1-2 жері ғана 90.
Қалған жерлері бәрі 1 метр болды. Енді бұйырса болашақта бұқаға су беретін жасаймыз. Енді соны ойластырып жасайтын боламын, оны да түсіреміз. Сіздермен бөлісеміз. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Лайк, пікір қалдырып кетіңіздер.